Алматы облысы, Балқаш ауданы, Мұсабек Сеңгірбаев атындағы орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі Ақатаева Сандуғаш Қуанышбекқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақ хандығының құрылуы. Мақсаты Қазақ хандығының құрылуының тарихи маңызын анықтау. Қазақстан тарихында Қазақ хандығы дәуірі деп аталатын кезеңге 15 ғасырдың ортасы мен 19 ғасырдың бірінші ширек аралығы жатады. 15 ғасырдың ортасында Керей мен Жәнібек хандардың басшылығымен Қазақ хандығы құрылады. Ол мемлекет қазақ жерінде сақ дәуірінен бері жалғасып келе жатқан мемлекеттіліктің жалғасы және қазақ халқының ұлттық сипаттағы мемлекеті болып саналады. 19 ғасырдың бірінші ширегінде Ресей билігі алдымен орта жүзде, содан кейін кіші жүзде хандық билікті жояды. 3,5 ғасырдан астам өмір сүрген қазақ хандығы дәуірі өз ішінде екі үлкен тарихи кезеңге бөлінеді. Біріншісі бір орталықтан басқарылған кезең, екіншісі бытыраңқылық кезең деп аталады. Бірінші кезеңге хандық құрылғаннан 1715 жылы Тәуке хан қайтыс болғанға дейінгі аралық жатса, ал екінші кезең 1715-1824 жылдар аралығын қамтиды. Бірінші кезең тағы да өз ішінде шартты түрде бірнеше кішігірім кезеңдерге бөлінеді. Олар хандықтың құрылуы, күшеюі, әлсіреуі, қайта өрлеуі, өзара талас немесе теке-тірес жоңғарлармен алғашқы күрес алтын ғасыр кезеңдері. Мұхаммед Хайдар Дулатидың тарихи Рашиди еңбегіндегі деректерге сүйенсек, 15 ғасырдың 50 жылдарының аяғында Керей хан Жәнібек ханмен бірге Өзбек хандығы тайпаларының бір бөлігін басқарып, Моғолстанға қоныс аударған. Моғолдардың ханы Есенбұға Шу өзенінің бойынан жер бөліп берген. Сонымен бірге Есенбұға Әбілқайыр хан билеп отырған көшпенді өзбектер мемлекеті тұрғындарының бір бөлігінің Керей мен Жәнібектің қол астына өтуіне қарсы болмады. Бұл туралы тарих беттерінде былай делінген: Дешті Қыпшақта Шайбанид Әбілқайыр билікті қолына алған соң, көшпелі халықтың Жәнібек пен Керей бастаған бір бөлігі Моғолстанға қоныс аударып, Шу мен Қозыбасы өзендерінің аңғарында орын тепті. Моғолстан ханы өз қарсыластарымен болатын күресте көмектесер деген есеппен қазақ басшыларымен одақтас болды. Өзара қырқысулар мен соғыстардан жапа шеккен 200 мыңға жуық көшпенділер Жәнібек хан мен Керей ханның маңына топтасады. Осы тұста Әбілқайыр ханның кенеттен қайтыс болуына байланысты Моғолстанға қарсы әскери жорық тоқтатылды. Әбілқайырдың өлімінен кейін көшпенді өзбектер мемлекетінде хан тағы үшін күрес басталады. Керей мен Жәнібек қол астындағы тайпалар өзбек ұлысына қайта оралған соң тақ тартысының қарқыны үдейе түсті. Соғыс басталды. Әбілқайыр ханның ұлы хан тағының мұрагері Шейх Хайдар қолбасшыларының бағынбауы салдарынан жеңіліске ұшырады. Шейх Хайдар үзеңгілестерінің көпшілігінің көзі жойылды. Тірі қалғандары жан-жаққа босып кетті. Осылайша көшпенді өзбектер мемлекетіндегі билік Әбілқайыр хан әулиетінен Керей мен Жәнібектің қолына өтті. Ендігі кезекті балалар тапсырмаға береміз. Бұл тапсырма тарихи мозаика деп аталады. Алдарындағы тұрған сөздерді пайдалана отырып бір сөйлем құрастырасыңдар. Осы сөйлемді құрастырған кезде жауабы шығу керек. Бұл тапсырманың жауабы: Керей хан қазақ хандығының ұлы екі тарихи тұлғаның бірі, алғашқы қазақ ханы болатын. Үйге тапсырма: қазақ хандығының территориясын кескін картаға түсіру және қазақ хандығының ішіндегі Жәнібек пен Керей сұлтандар туралы ой толғау жазу. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.